целом 2020 год оказался для сельского хозяйства благоприятным. В республике собран рекордный за 12 лет урожай 5,4 миллиона тонн зерновых. За последние годы в республике выработана целостная система поддержки крестьянских фермерских хозяйств и личного подворья граждан. Мы гордимся нашими фермерами, которые фактически с чистого листа создали успешный сельский бизнес. Среди них Насим Давлетов, Мензелинский район, Лена Галеева, Кукмарский район, Артем Морозов, Нижнекамский район, Светлана Заикина, Альметьевский район, Минсине Латыпова, Высокогорский район. Фермеры в зале, они здесь. Мы попросим их встать, поаплодируем. Да. Бекзор рахмат сизге оңошлар. В вашем лице всем фермерам. Труд фермера очень непростой. Бүгін күнде енді міне оңышының ақырына жақынлашып келеміз. Енді міне соңғы сорт кешірін алып келеміз. Олда 20 гектар кәбісте. Бұл соңғы сортлар енді. Бұйыл түгеллеп еткенде жыл бек оңышылы келді. Аллаға шүкір. Икмәклерді оңды. Әлі икмәк білән бірінші ел ғана шағылдансақ та, орташа гектарына 40 сетінер оңыш алдық. Бәрәңгіге келгенде, бәрәңгі тоже әр бір жылының өзінің күйсіз уақытлары болғала бала. Шулайға да қарамастан, бәрәңгі оңышы да, Аллаға шүкір, әйбәт кіне шықты. Кешір де, шүгіндір де, барлық культураларын міне жиылып алып бітіріп келеміз. Омбарларыбыз толы, складлар толы. Әзір енді міне сәуде нұқталарына шушы болған малны жиберу турында енді. Бүгін күнде товарға бек сұрау қуатлы. Міне әйтәбіз енді X5 дейбіз енді, магнит, сәуде шілтерлері, шаллы икмәгі, Қазанна міне жаңа тағы бір хужалықты бір предприятие келіп шықты. Тоже бек сұрау бүгін күнде товарға бек күшлі. Міне исен сау шушы икмәк ешілшелеріні тұтырып, заты бітірелсек Алла берсе. Бүгін күнде ешілшені бек нық сұрайлар. Бүгін күнде нық сұрау, біз бүгін күнде жетшелмейбіз. Күніне келе 100 тонны заявка. Біздің қазір енді сех 15 жылық құрылған еді. Біз жаңартырға жинабыз сехларыны. Біздің бүгінгі өстірген көлем уже 2 смена білән ішлерге керек. Алла берсе, команда жиылды. Алла берсе 2 смена білән шушы ешілшәні сатып шығарбыз деп білем. Кире яқларда құрылық болған дейлер енді, бізге біз мұның зиянын көрмедік. Біздің нешік дейсек те, біздің бүтін жерлері суғарулы, мелиорация техникасы біле толыландырылған. Буэлер бөлген, нендегіне жыл келсе де, Аллаха тағаладан ұзы болмай, ансы сөз де жоқ. Бүгін күнде біз армия тілі солдат сөзіп әйткенде, полный вооружен до зубов мелиорация техникасы білен. Рәхмет міне мелиорацияға, Минсельхозға, міне 2-ші елға енді өзі біздің бүтін 10-ші елға құрлықтан соң қой бір участокларыны ошағыш қына салған ек тұрбаларыны. 2-ші елға Алла берсе енді тулы тілді еткенде енді уже современный электр насослар білен тулыландырып, келешекте компьютерлаштырып, спутниклар білен қойда су сейберге, қойда нешек көлемін қорап енді яқын шағына түгіл, жеріне жеткіріп. Шулы қуатта менің өзім білеміне 2 малай, кеу, абыйымнар ішлей, бүтін семья білен тұрышып ішлейбіз енді. Әзір ұнықлар ояққа басып келе. Келешек бар, Аллаға шүкір, еллар тыныш болып, мына шушы офатлар өтіп кіне кетсін деп фикірде қалабыз.